Бармаңыздар. Бірақ барма деген сөз, ана құйрықты шорт кесіп, бұл кетіп қал деген сөз емес. Телефон контакттың бәрін сөндіріп, соңына қаттырып оны. Араласпай кет деген сөз емес бауырлар. Қазір әрбір сөзімізді бүйтіп айтпасақ, ана тикток көре беріп, неміз қысалып кетті қазір. Айтқан нүктеде қалып кетіп отырған адамдардың ойлары. Ана сөйтіп айтты, болды, сонымен қалды. Қой, ондай емес. Оны кішкене кең ойлап үйреніңіздер бауырлар. Және айтам, сол ағайын туыспен араласу ол міндетіміз. Кім ағайын туыспен араласпай қоятын болса, Расулullah айтады, оған жәннаттың иісі арам болады деген. 50 жыл масафадан келіп тұрады деген да, жәннаттың иісі. Жәннатқа кіру қиын адамның. Ағайын туыспен араласу ол міндет әрқайсымызға. Бірақ соған қарамай жаңағыдай қуанышын арақпен өткізіп жатқан болса, дәл сол той басталғанға дейін қызметте жүру керек, барып қызметінде бол, отын шауып бер, суын тасып бер, жасап бер бәрін. Ана деп той басталған кезде кетіп қалды. Үлкен қоян сүрені салып кетті. Сөйтіп той бітеді ғой. Той біткенсен келесі күн қайттан кел, ерте кел бірақ. Таң намаздан кейін ерте барып ал үйіне. Балалар бутылкаларын жина, мусырға лақтыр бәрін тазала, ретте. Сен өзіңнің туу жанашырлығыңды көрсет ана кісіге. Өткен ол арақ, сенің ортаңда ажырап жүрге болмайды, ол арақ нәрсе. Сен бәрі ағайындық нең қалу керек. Бірақ дәл сол тойдың ішінде сіздер айтқандай арақ тұрса, онда тойға кіруге болмайды. Отыруға болмайды ол жерде. Мен жаңа айтып отырмын, мен отырған дастархан алып тастайды да мына жерден. Анада бірақ алып қойып жатыр да. Айтады, главное, менің дастарханымда жоқ қой дейді. Бірақ шатырдың астында отырмыз ғой бәріміз. Дастарханның хозяйны біреу ғой. Иесі бір. Болмайды. Вообще болмайды. Вообще деген. Міне вообще. Вообще болмайды. Қазақша мүлдем болмайды. Вообще. Өйткені шариғатымыз айтады, ондай арам болып тұрған жерге Алланың лағнетін айтатын періштелер келеді дейді ол жерге. Сөйтіп тойдың шырқын бұзып олар сөйле айтады екен, ей, Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Құранда ашық айтылған арам деп қойған арақты орталарына қойып қойып, Алланың лағнеті болсын сендерге деп тараңдар деп періштелер тұрады екен ана жерге. Құдай сақтасын, олардың дұғасына ұшырап кетуге сізде ондай көңіл болмасын. Жолама ондай жерге.